Енді бұл қазаққа тәңіршілдіктің жалпы қауіпшілдігі, мен мына нәрседен бастағым келеді. Орыстың діни миссионері Николай Ильминскийдің айтқан сөзі бар. Қазақтарды бірінші ислам дінінен алшақтату үшін оларды христиан дініне емес, сендердің бабаларың тәңіршілдікті ұстанған деп солай тартуымыз керек дейді. Өйткені бұл жердегі мақсаты не? Тәңіршілдіктің қасында христиан діні дін болып ол көрінеді. Тәңіршілдіктің қасында ақиқат болмаса да христиан діні ол ақиқатқа жақын. Өйткені оларға кітап түсті, пайғамбар келді деген секілді. Олардың бірінші мақсаты ислам дінінен тәңіршілдікке өткізу, ата-бабаларының тәңіршілдікті ұстанды деп, одан кейін тәңіршілдіктің қасында христиан діні дін болып, ақиқатырақ болып көрінеді. Сол себепті христиан дініне өту оңай болады дейді. Және бұл тәжірибесін жүргізді де Монғолияға. Монғолияның қазір сол Монғолияда имам болып істейтін жігіттер айтады. Жалпы біздің Монғолияда христиан дінін ұстанатын монғолдар көбейіп жатыр дейді. Сондықтан да бұл қазаққа зияны біріншіден ата-бабаның дәстүріне балта шабу, екінші сол біздің ұстанып келе жатқан исламнан алшақтату бұлардың мақсаты. Ал енді қазақта айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Ал енді Құдайға қорықпайтын қауым келгеннен кейін, дінсіз, дымсыз қауым келгеннен кейін, бұл әлбетте қазақтың күре тамырына балта шабуына